жер үстіндегі қарапайым саятшылықтарда өмір сүрген деп есептейді. Бірақ археологтар жақында орта ғасырларда өмір сүру әдістері туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертетін жаңалық ашты. Бұл құрылымдар жай ғана баспана емес. Олар бүкіл отбасын асырауға қабілетті күрделі жерасты қалалары болды. Бірнеше ай бойы. Бірақ әдетте айтылмайтын бір алаңдатарлық жайт бар. Сіздің жылу төлеміңіз көз жасын төгіп, үйіңіз мұз камерасы сияқты сезінгенде, жерді өздерінің өмірлік тірегіне айналдырған орта ғасырлардағы адамдар туралы ойланыңыз. Бұл адамдар шарасыздықтан кездейсоқ шұңқырларды қазып қана қойған жоқ. Олар заманауи ғылыми зерттеулермен расталған принципті ашқан тамаша инженерлер еді. Жер – бұл табиғи термостат. Орталық Еуропада қыста температураның төмендегені сонша, полярлық аюдың қосымша жемпірі болса, біз бұл туралы айтып отырмыз. Ғасырлар бойы аяздың қатты болғаны сонша, шарап шынаяқтарда ботқа айналды. Орта ғасырлық шаруаның үйі бұтақтардан жасалған тауық қорасы сияқты оқшауланған. Жел саңлаулардан қалаусыз қонақ сияқты ұшып өтті. Ал от қастарынан басқа ештеңені жылыта жаздады. Бірақ бұл жерде қызық басталады. Бұл өнертапқыш адамдар жер астында небәрі 3 фут жерде температураның тұрақты екенін анықтады. Жер бетіндегі температура қатты өзгеріп жатқанда, жаздың аптап ыстығынан аязды қыстың аязына дейін. Жер астында ол іс жүзінде тұрақты болып қалады. Әдетте жыл бойы шамамен 10 градус Цельсий, 50 градус Фаренгейт. Жерді зарядтауды қажет етпейтін үлкен жылу батареясы ретінде елестетуге болады. Қатал қыста жер үстіндегі ғимараттар мұздатылған азап жасушаларына айналған кезде, бұл жер асты баспаналары салыстырмалы түрде тропикалық болып шықты. Топырақ жылуды сақтайтын және қатты аяздың ішке енуіне жол бермейтін алып оқшаулағыш көрпе ретінде әрекет етеді. Орта ғасырлардағы құрылысшыларға бұл принципті түсіну үшін термодинамика бойынша оқулықтар қажет емес еді. Бақыланды, тәжірибе жасалды және бейімделді. Скандинавия аймақтарындағы отбасылар қатал климат, жердің қалың қабатын қажет ететінін инстинктивті түрде түсініп, жұмсақ климатта өз тұрғындарына қарағанда тереңірек қазды. Кейбір баспаналардың тереңдігі 8 футқа жетіп, тіпті ең қатал борандардың қолы жетпейтін болды. Археологиялық олжалар температураны бақылаудың дамыған әдістерін көрсетеді. Көптеген жер асты баспаналарының ішіне суық ауаның жиналуын болдырмау үшін дұрыс еңіс кіреберістері, сондай ақ қосымша оқшаулау үшін ауа қалталарын жасайтын бірнеше камералары болды. Бұл жай ғана өрескел үңгірлер емес еді. Олар термодинамика принципін өздері білгеннен де жақсы түсінетін адамдар жасаған инженерлік климаттық бақылау жүйелері болды. Психологиялық қабілет те маңызды болды. Жел соғып, шатырды көтеремін деп қорқытқанда және терезелердің үстінде қар үйіліп жатқанда, жер астындағы жылы бөлмені паналау физикалық жайлылықты ғана емес, сонымен бірге жан тыныштығында қамтамасыз етті. Бұл кеңістіктер балалар қалтырамай ойнай алатын, ал ересектер жартылай жалаңашқа дейін тоңбай жұмыс істей алатын отбасылық баспанаға айналды. Аймақтың климаттық ерекшеліктері баспаналардың дизайнына айтарлықтай әсер етті. Солтүстік аймақтарда өткелдері бар күрделі көпқабатты кешендер салынды, ал жерорта теңізінде жылудан гөрі салқындатуға бағытталған қарапайым және тегіс құрылымдар бар. Әрбір дизайн жергілікті ауа райы жағдайлары мен өмір сүру талаптарын көрсетеді. Дегенмен, жылу орта ғасырлардағы адамдардың жер астында тұруды таңдауының себептерінің бірі ғана болды. Қарақшылар мен жау әскерлерінің шабуылдары кезінде тез арада жасырыну маңызды міндет болды. Бұл жасырын баспаналар шабуыл кезінде нағыз құтқару бекеттеріне айналды. Дұшпандар жақындаған кезде бүкіл отбасылар жер астында бірден жоғалып кетуі мүмкін. Көбінесе жасөспірім үй шаруасынан қашқандай тез. Кіреберістер көбінесе шөп үйінділері, жалған гүлдер немесе табиғи ландшафты имитациялайтын шебер орналастырылған тастар ретінде жасырылған. Бірақ ең қызығы, бұл баспаналар тек дүрбелең мен адамдардан қорғану үшін ғана емес. Орта ғасырлық қалалар жиі, кейде айына бірнеше рет қират. Жақын жерде тығыз орналасқан ағаш үйлер, тамақ пісіруге және жылытуға арналған ашық ошақтары бар. Өрт сөндіру қызметі жоқ. Кез келген уақытта өртеніп кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда жер асты баспаналары түтін мен жалыннан құтылудың жалғыз жолы болды. Білікті отбасылар бірнеше шығу жолдарын салды. Шабуыл кезінде тұзаққа түсіп қалмас үшін олар түннелдерді жақын маңдағы құдықтарға, орман алқаптарына немесе тіпті көрші учаскелерге дейін созды. Бұл ортағасырлық байланыстар желісін құру деп айтуға болады, бірақ бизнес үшін емес, өмір сүру үшін практикалық пайдасы бар.
психологиялық аспектте үлкен рөл атқарды. Қауіпсіз баспана бар екенін білу отбасылардың тыныш ұйықтауына көмектесті. Ата-аналар қауіп төнген кезде бірінші кезекте қайда қашу керектігін білді. Ауылдарда алдын ала ескерту жүйелері орнатылды. Қоңырау, мүйіз, жақындап келе жатқан қауіпті бақылайтын бақылаушылар. Баспаналарды қолдау және оларға үнемі техникалық қызмет көрсету өте маңызды болды. Өйткені олар төтенше жағдайларда дұрыс жұмыс істеу керек еді. Отбасылар жиі желдетуді тексеріп, кіреберістердегі қоқыстарды тазалап, шұғыл керек жарақтарды жинап отырды. Жебелер бастарының үстінен өтіп бара жатқанда, олардың баспанасының тығыздығын жоғалтқанын ешкім тапқысы келмеді. Баспана дизайнындағы аймақтық айырмашылықтар қауіп түріне байланысты. Жағалаудағы аудандарда викинг рейдтерінің қаупі төніп тұр. Судың жанында жылдам баспаналар салынды. Шекараларда басқыншылар мен әскерлерден қорғану үшін түннелдік желілер күрделірек. Таулы аймақтарда жау басқыншылары сияқты тас көшкінінен қорқатын. Археологиялық олжалар адамдардың ұзақ қоршау кезінде баспананы пайдаланғанын көрсетеді. Тек қорғаныс үшін ғана емес, сонымен қатар қорларды сақтау үшін де. Сызаттар мен қол іздері көптеген адамдардың бірнеше апта бойы іште жасырынғанын көрсетеді. Азық-түлік қоймасы нағыз өнер. Астық, ет, дәмдеуіштер мен бал арнайы жабдықталған бөлмелерде сақталды. Тіпті тамақ қалдықтары мен санитария мәселесі де ескерілгенін ескеріңіз. Ақылды түрде жасалған дренаж және желдету жүйелері шірік пен инфекцияның алдын алды. Ең бастысы, қорғау мен сақтаудан басқа баспаналардан максималды функционалдылық пен камуфляж жасау мүмкіндігі болды. Кіреберістер пейзаждың табиғи бөлігіне ұқсады. Ішкі кеңістіктер отбасылар мен керек жарақтар үшін жеткілікті кең болды. Кейбіреулерінде қосымша камераларды жасыратын жалған қабырғалар болды. Осылайша ішкі резервтік баспаналар жасалды. Бұл тұрғын үйлерді салу үшін көп нәрсе қажет болды. Ақылды көз жігер ғана емес, сонымен қатар практикалық білім де қажет болды. Бұл жерде басты сұрақ туындайды. Ортағасырлық құрылысшылар қандай материалдардан өмір сүрген? Тас қоры аз, оны табу қиын аймақтарда, олар жерді, ағашты және сабанды пайдаланған. Олар сәнді материалдар емес еді, бірақ олар өз міндеттерін орындады. Сіз олардың жұмысын ортағасырлық IKEA ретінде елестете аласыз, ешқандай нұсқауларсыз. Бірақ көптеген сынақтар мен қателіктермен және жетіспейтін бұрандалар туралы дауларсыз. Жер қабырғалары көптеген баспаналардың қаңқасын құрады. Бұл олардың тұрақтылығы мен жылу оқшаулауын қамтамасыз етеді. Жұмысшылар жерді жинап жатқан, таңқаларлықтай берік тосқауылдар жасау үшін сазбен араластырылған. Бұл жай ғана қабырғаға балшық лақтырып, ол жабысып қалады деген үмітпен емес, кейде солай болатын. Мұның сыры ылғал мен қысымға төтеп бере алатын табиғи композицияны жасайтын топырақтың әртүрлі түрлерін қабаттастыру болды. Ағаш құрылымдық тірек ретінде қызмет етті, бірақ бұл жерде қызық болады. Ортағасырлық құрылысшылар жасырын жер асты кеңістіктеріне қымбат ағаштарды ысырап етпеген. Оның орнына олар бұралған бұтақтарды, құлаған ағаштарды және көрінетін құрылыста қолданылмайтын ағаш сынықтарын пайдаланды. Ағаш ұстасы селт еткізетін қисық ағаш жақтау конструкциялары үшін өте қолайлы болды. Сабан таңғажайып күрделі рөл атқарды. Жер қабырғаларымен араласқан ол жарықтардың алдын алу және оқшаулауды қосу үшін ортағасырлық арматура ретінде әрекет етті. Кейбір құрылысшылар құймақ пен сабан қоспасымен қаптамас бұрын ағаш жақтаулардан жіңішке бұтақтарды өткізіп, күрделі тоқу әдістерін қолданды. Данышпандық материалдардың өзінде емес, адамдардың оларды қалай біріктіргенінде болды. Әдеттегі өңделген қосымшада тас іргетастың бұрыштары, ескі ғимараттардың сельвачтары, дауылдан зардап шеккен ағаштардың ағаш тіректері және кез келген органикалық материалдармен араласқан. Жергілікті саз қабырғалары болуы мүмкін. Жануарлардың жүні, кептірілген шөптер, тіпті тамақ қалдықтарының да әлеуеті болды. Аймақтық айырмашылықтар қызықты оқиғаларды баяндайды. Солтүстік қауымдастықтар органикалық жылу оқшаулауының қосымша қабаттарын қосты. Ал су тасқыны қаупі бар аймақтарға сынған керамика мен қиыршық тасты дренаждық жүйелер кірді. Кейбір ақылды құрылысшылар тіпті ескі римдік плиткалар мен кірпіштерді қайта өңдеу тек заманауи тұжырымдама емес екенін дәлелдеді. Материалдардың бұл таңдауы қажеттілікті де, тапқырлықты да көрсетті. Сіздің жергілікті құрал-саймандар дүкеніңіз орманда болған кезде, сіз проблемаларды шешудің маңызды дағдыларын дамытасыз. Нәтижелер тым эстетикалық жағымды болмады, бірақ олар жұмыс істеді. Шынымды айтсам, сіз жауларыңыздың шабуылынан жасырынған кезде, немесе жер астындағы қатал қысты бастан өткергенде,
эстетика қатып қалмау үшін фонға түседі. Дегенмен, дұрыс материалдардың болуы істің жартысы ғана болды. Екінші жартысы осы жер асты баспаналарын заманауи мердігерлердің көңілін қалдыратын құралдармен жинау болды. Ортағасырлық адамдар үй қоймасына қол жеткізе алмады. Сондықтан жер асты өңделген кеңейтімдерді салу, оларға қол жетімді барлық құралдарды пайдалануды білдіреді. Біз сіздің жергілікті құрал саймандар дүкеніңіз негізінен ауыл ұстасы болған уақыт туралы айтып отырмыз. Ол демалыс күндері тіс дәрігері болып жұмыс істеген болуы мүмкін. Кез келген жобаның негізі қарапайым күрек болды. Бұл ыңғайлы тұтқалары бар заманауи эргономикалық бақша құралдары емес еді. Ағаш тұтқаға қадалған темірдің жалпақ бөлігін ойлап көріңізші. Егер жаулар қазба жұмыстарының ортасында келсе, қару ретінде қызмет ете алады. Ағаш күректер де танымал болды. Әсіресе борпылдақ топырақты жылжыту үшін. Олар қолдарға жеңілірек болды. Бірақ ортағасырлық шаруаның тістерін күту сияқты ұзақ қызмет етті. Содан кейін таңдаулар болды. Бұл қарама қайшылықтар негізінен тұрақты саз бен тасты топырақты тесу үшін жасалған өткір темір кесектері болды. Мұндай таңдауды бірнеше сағат бойы пайдалану кроссфитпен айналысқандай болды. Тек протеиндік коктейлді ішудің орнына сіздің сыйлығыңыз қыста тоңып өлмеу болды. Бірақ бұл жерде қызық болады. Аспаптардың сапасы жергілікті темір ұстасының шеберлік деңгейіне байланысты айтарлықтай өзгерді. Кейбір ауылдарда жерді сары майдай кесіп алатындай өткір құрал саймандар жасай алатын шеберлер болған. Басқа темір ұсталарының дәлдігі шамамен ортағасырлық стандартқа сай болды. Бұл мағынасы бар, солай емес пе? Нағыз тапқырлық мынада, бұл қарапайым құралдар осындай күрделі жер асты кеңістіктерін қалай жасай алады? Шебер қазушы ең қарапайым қол құралдарын пайдалана отырып, сақтау орындарын, жатын бөлмелерді және тіпті қарапайым дренаждық жүйелерді ойып алатын. Бұл біреудің смартфонын балғамен және қашаумен аяқтағандай болды. Бұл өте экстремалды емес, бірақ сіз бұл идеяны түсінесіз. Археологиялық қазбалар осы түпнұсқа құралдардың кейбірін тапты, және олар таңқаларлықтай жақсы сақталған. 700 жыл бұрын жасалған, әлі күнге дейін функционалды болып көрінетін темір құралдар. Бұл арада мен гаражымдағы заманауи күректің 6 ай бойы тот басуына жол бере алмаймын. Төзімділік мәселесі шынайы болды. Қазба жұмыстарының ортасында сынған күрек баспанасын кеңейтуге тырысып жатқан отбасы үшін апатқа әкелуі мүмкін. Ақылды қауымдастықтардың қосалқы құралдары болды. Сонымен қатар оларды қалай тез жөндеу керектігін білді. Ауыл ұстасы жай ғана шебер емес еді. Ол ортағасырлық техникалық қолдаудың бір түрі болды. Міне, бұл жерде бір түрлі болып қалады. Бұл көне аспаптардың кейбірі сіз күткеннен де тиімдірек болды. Олардың салмағы мен конструкциясы жер астында қажет қазудың белгілі бір түріне тамаша бейімделген. Бірақ дұрыс құралдардың болуы жұмыстың жартысы ғана болды. Қай жерде қазу керектігін білу нағыз шеберліктің көрінісі болды. Ортағасырлық өңделген қосымшаны салу картаға дарт лақтырып, жақсылыққа үміттену сияқты емес еді. Үйлену тойын жоспарлау жиналысында қайын енесінің пікірінен гөрі орналасқан жері маңыздырақ болды. Ақылды құрылысшылар дұрыс емес жерді таңдау, олардың жайлы баспанасын жер асты бассейніне айналдыруы мүмкін екенін білді. Бұл ортағасырлық жалын апаты. Ең бастысы, судың ландшафт арқылы қалай қозғалатынын түсіну болды. Ешкім матрасында қалқып оянғысы келмеді. Өйткені олар кездейсоқ өздерінің дамыған қосымшасын табиғаттың дренаждық жүйесіне салып қойған. Тау бөктері өңделген процестерді салу үшін нағыз игілік болды. Неге? Өйткені гравитация сенің ең жақын досыңа айналды. Су табиғи түрде төмен қарай ағып, сіздің жасырынған жеріңізден алыстап кетті. Оның айналасында қалаусыз қонақ сияқты жиналмады. Сонымен қатар, еңісті қазу 4 қабырғаның орнына 3 қабырғаны ғана қазуды білдіреді. Ортағасырлық адамдар жалқау емес еді, бірақ олар да ақымақ емес еді. Бірақ бұл жерде қызық болады. Топырақ түрі сіздің дамыған қосымшаңыздың ондаған жылдарға созылатынын, немесе жерлеу рәсіміндегі жаман әзілге қарағанда тезірек ыдырайтынын анықтады. Сазды топырақ өзінің пішінін жақсы сақтап қалды, бірақ
ол дымқыл болған кезде тайғақ қорқынышты түске айналды. Құмды топырақ жақсы ағып жатты. Бірақ ескірген нан сияқты ыдырап кетті. Тұрақтылықты да, дренажды да қамтамасыз ететін қоспа тамаша нұсқа болды. Міне, көптеген адамдар сағынатын данышпандық жасырылған. Орта ғасырлық құрылысшылар жер асты суларының деңгейі жер астында терең болатын жерлерді іздеді. Оларда қымбат өлшеу құралдары болмағандықтан, олар бақылауларға сүйенді. Ағаштар биік болып, шөптер жыл бойы жасыл болып тұратын жер әдетте судың жер бетіне жақын екенін білдіреді. Бұл жерлер тізімнен бірден алынып тасталды. Ақылды сайлау орындары желдің бағытында ескерді. Басым желдерді ескере отырып, орналастырылған өңделген сорғыштар жылырақ болып қалды және жылыту үшін отынды аз қажет етті. Үнемделген әрбір бөрене басқа аман қалу тапсырмалары үшін көбірек энергияны білдіреді. Археологиялық деректер табысты өндірілген процестердің көбінесе белгілі бір географиялық аймақтарда топтастырылғанын көрсетеді. Бұл кездейсоқ таңдау емес еді. Ортағасырлық қауымдастықтар қай жерлердің жұмыс істеп жатқаны және қайсысының сәтсіздікке ұшырағаны туралы білімдерін берді. Кейбір отбасылар бұл туралы құрғақ мезгілде өзендердің жанында құрылыс жүріп жатқанын өз тәжірибесінен білген болуы мүмкін. Бұл көктемде күтпеген су тасқынын білдірді. Ең айлакер құрылысшылар тіпті болашақта кеңейту мүмкіндігін қарастырды. Олар кейінірек қосымша сақтау орындарын немесе қашу түннелдерін қосуға болатын аумақтарды таңдады. Бұл болашақты ойлайтын ойлау қазу әуесқойларын нағыз жер асты сәулетшілерінен бөлді. Тамаша орынды таңдау тек бастамасы болды. Ортағасырлық отбасылар өздерінің тамаша орындарын тапқаннан кейін, олар өмір сүруге жарамды жер асты кеңістіктерін құрудың қиын міндетін шешуге мәжбүр болды. Бірақ олар жердегі шұңқырды үйге ұқсайтын нәрсеге қалай айналдырды? Өңделген процестерді салушылар жалаңаш жер қабырғалары мен функционалды шұңқырларға келіспеді. Бұл адамдар ортағасырлық меңдер сияқты жер астында жасырынған кезде де стандарттарға ие болды. Отбасылар жер асты үйлеріне қоныстанғаннан кейін, олар қабірлерге ұқсамайтын және жайлы баспаналарға ұқсайтын етіп жасай бастады. Қарапайым жергілікті жерден жасалған саз бояулары қабырғаларға жылы және жер реңктерін берді. Қызыл оқра әсіресе танымал болды. Бәлкім, ол адамдарға жебелерден жалтаруға немесе ортағасырлық шалбарында тоңуға тура келмейтін жер бетіндегі жылы мезгілдерді еске түсіретіндіктен шығар. Бірақ бұл жерде қызық болады. Ою өнердің жер асты түріне айналды. Тек тамақ пышақтары мен негізгі қашауларды пайдаланып, отбасылар жеке рәміздерді, отбасылық елтаңбаларды және діни бейнелерді тікелей жер қабырғаларына ойып жасаған. Бірақ біреу ұзақ қыс айларында далаға шығу адамның шалғам қантына айналуды білдіретін уақытты өткізуге мәжбүр болды. Кейбір өңделген қосымшаларда әжеңіздің тұсқағазын қарабайыр етіп көрсететін күрделі геометриялық өрнектер болды. Бұл кездейсоқ дизайн емес, көптеген оюлардың практикалық маңызы болды. Слоттар сақтау орнын белгіледі. Крестер дұға ету бұрыштарын орнатты және штрихтар жиі қызмет етті. Күндерді немесе жыл мезгілдерін бақылау үшін телефондарында күнтізбесі жоқ. Адамдар үшін ақылды ой. Шынында да өршіл отбасылар үш әшекейлерін жасау үшін саз бен кірді қабаттастыру арқылы рельефтік жұмыстар жасады. Елестетіп көріңізші, ортағасырлық Pinterest, бірақ рустикалық шик тақырыбына арналған шабыт тақталарының орнына нағыз балшықпен. Содан кейін археологтар әлі күнге дейін тауып жатқан жеке әсерлер мәселесі пайда болады. Балшық қабырғаларда қалған қол іздері, бұрыштарда сызылған балалардың суреттері, тіпті таңғажайып, егжей-тегжейлі ойылған қарабайыр отбасылық портреттер. Бұл жер асты галереялары ортағасырлық үй өмірінің уақыт капсуласына айналды. Бұл сәндік күш-жігердің психологиялық кеңістікті қалай өзгерткені таңғалдырады. Жалаңаш, дамыған процесс түрме сияқты сезілді. Бірақ оған аздап өнер қосыңыз. Кенеттен сізде ортағасырлық адам үңгірі бар. Ол туралы мақтануға тұрарлық. Декорация көршілер рейтті күту үшін бір-біріне қонаққа барған кезде әңгімелесуге себеп болды. Дамыған процестердің көптеген өнер топтамаларында діни бейнелер басым болды. Крестер, киелі кітап, көріністері және қорғаныс рәміздері қабырғаларды рухани сақтандыру полистері сияқты жауып тұрды. Бұл мағынасы бар, солай емес пе? Сіз сөзбе-сөз жер астында өмір сүрсеңіз, Құдайдың аздап қорғауы зиян тигізбейді. Кейбір отбасылар тіпті жер бетіндегі тіршілікті, ағаштарды,
жануарларды және шуақты аспанды бейнелейтін қарабайыр қабырға суреттерін жасаған. Бұл кеңістіктер орта ғасырларда, әсіресе қатал қыста, жер бетіндегі өмір алыс шындық болып көрінген кездегі көңіл күйдің бір түрі болды. Археологиялық олжалар кейбір жер жамылғылары көршілердің мақтанышының үлгісі болғанын көрсетеді. Мұнда отбасылар бір-бірімен жарысып, ең әсерлі жер асты атмосферасын жасайды. Орта ғасырлық үй және бақша дизайны журналдарын қандай мақалалар толтыратынын елестетіп көріңізші. Дегенмен, көркем өрнек осы өмір сүруге болатын кеңістіктерді құрудың бір бөлігі ғана болды. Ең бастысы, күнделікті өмірді әркім бірге өмір сүруге мәжбүр болатын шектеулі жағдайларда ұйымдастыру болды. Жер астындағы өмір жай ғана кең деп атауға болатын нәрсе емес еді. Орта ғасырлық жер жамылғыларын алғашқы студиялармен салыстыруға болады. Барлығы бір бөлмеге жиналды, бірақ соған қарамастан олар жұмыс істеді. Отбасылар әрең ұйықтап, заттарын заманауи гардеробтан әрең үлкен кеңістікте сақтайтын. Дегенмен, дизайн таңқаларлықтай ойластырылған. Жасырынатын орындардың көпшілігінде қабырғалардың бойында ойылған орындықтар болды. Олар түнде төсекке айналды. Бұл Мерфи жиһазының ортағасырлық нұсқасы деп айтуға болады. Әр беттің бірнеше функциялары болды. Бұл тастан немесе топырақтан жасалған орындықтар жайлылықты жеңімпаз болмас еді. Бірақ олар адамдарды суық жерден жоғары көтерді. Және олар тамақ ішкен кезде қажетті орынды қамтамасыз етті. Тамақ туралы айтатын болсақ, жер астында тамақ пісіру процесі өз қиындықтарын тудырды. Отбасылар желдетуді жақсарту үшін кіреберістегі шағын ошақтарды жабдықтады. Дегенмен, түтінмен күресу жасөспірімдерді ақтаудан гөрі қиынырақ болды. Кешігіп келгені үшін кеңістіктің шектеулілігі барлығының осы кішкентай шамдардың айналасына жиналып, қазіргі заманғы отбасыларға ауыр тиетін жақындықты тудыратынын білдірді. Мұндай жағдайда заттарды сақтау нағыз өнерге айналды. Ортағасырлық отбасылар кастрөлдерге, құралдарға және азық-түлікке арналған табиғи сөрелер жасай отырып, жер қабырғаларына тауашалар мен ойықтарды ойып жасаған. Археологиялық қазбалар бұл қабырғаларда жасырылған кастрөлдерден бастап, балалар ойыншықтарына дейін барлығын тапты. Бұл кеңістіктердің шынымен де толыққанды үйлер ретінде жұмыс істегенін растайды. Бірақ бір қызығы, тіпті осы тар ортада да отбасылар өз ойын білдірудің жолдарын тапты. Қарапайым оюлар, әшекейленген қабырғалар, жазылған атаулар отбасылық аумақтарды белгілеп, жеке заттар ұқыпты орналастырылды. Бұл ортағасырлық Пинтереске ұқсайды. Тек жерге ойып жазылған. Жер астындағы тіршіліктің психологиялық әсері де айтарлықтай болды. Қатал қыста немесе ұзақ қоршауда апталар немесе айлар бойы осы күңгірт, жабық кеңістіктерде болу барлығының шыдамдылығын сынады. Неліктен археологиялық деректер уақыт өте келе көптеген жасырынатын орындардың бар екенін көрсететіні түсінікті. Олар кеңейе түсті. Кабинаның қызуы заманауи өнертабыс емес екені белгілі болды. Бұл бөлмелердегі температураны бақылау шынымен де әсерлі болды. Жер бетіндегі жағдайлар қатал болса да, салыстырмалы түрде тұрақты температураны сақтай отырып, табиғи оқшаулауды қамтамасыз етті. Отбасылар ұйықтайтын жерлерді бөлу үшін жиі маталарды немесе терілерді іліп, бір бөлмеде жеке кеңістіктер жасайтын. Дағдарыс кезінде балалар осындай ортада өсті. Ағаш кесетін ойыншықтармен ойнады және үлкендерінен аман қалу дағдыларын үйренді. Археологиялық олжалар ересектердің құралдарының миниатюралық нұсқаларын көрсетеді. Бұл ата-аналардың балаларын жастайынан жер астында өмір сүруге дайындағанын көрсетеді. Бір қызығы, көптеген отбасылар қауіп төнгеннен кейін де баспаналарында қалуды жөн көрді. Тұрақты температура мен қолайсыз жағдайлардан қорғанудың практикалық артықшылықтары бұл жер асты үйлерін жер үсті үйлеріне керемет тартымды балама етті. Жер асты жағдайында табысты өмір сүру үшін қажетті тапқырлық ортағасырлық қауымдастықтардың барлық бейімделгіштігін көрсетеді.